Өзін-өзі жұмыспен қамтушылар міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесіне 2 жолмен қатыса алады. Біріншісі, медициналық сақтандыру қорына дербес төлеуші ретінде жарна төлеу 2125 теңге, яғни ең төменгі айлық есептік көрсеткіштің 5%-ын төлеу арқылы. Екіншісі, жеке қосалқы шаруашылық жұмыскерлері, отбасылық кәсіпорындардың ақы төленбейтін жұмыскерлері, жалдамалы жұмысшылардың еңбегін пайдаланбайтын, тұрғындарға өзі қызмет көрсететін кәсіпкерлер бірыңғай жиынтық төлем төлеу арқылы қатыса алады. Республикалық және облыстық маңызы бар қалаларда тұратын жеке тұлғалар үшін бірыңғай жиынтық төлемнің көлемі 2917 теңгені құрайды. Басқа елді мекендер үшін 1458 теңгені құрайды. Бірыңғай жиынтық төлемді күнтізбелік жылдың ағымдағы немесе келесі айларына төленуі мүмкін, бірақ өткен кезең үшін төлеуге болмайды. Сондықтан аударымдар уақытында төленуі керек.